менің түсінігімде радикалдану, ақыл деген нәрсені көп қолданбау содан туындайды. Құранда қанша жерде ақыл қолданылған. Афала тағқилун, афала тәтәдәббарун, ақыл ойланбайсыңдар ма, ақыл иелері деп келеді. Ойлану, пікір жүгірту, тағы басқа. Адамның адами ерекшелігі де осы ақылында ғой, бүкіл жаратылыс. Қоғам бір орында тұрмайды, өмір бір орында тұрмайды, өзгереді. Түрлі заманауи, түрлі мәселелер туындайды. Ислам оған жауап беру керек. Діннің өміршеңділігі жалғасу керек. Оған кейбір көп мәселелерде ақылдың да рөлі бар бұл жерде. Көрдіңіз ба? Діни мәтін бар, бірақ діни мәтін негіздерін береді. Ал діни мәтінді сол әр заманға сай қолдану, пайдалану, үкімдер шығару ол ақылдың ісі. Бізде мынадай тенденция бар. Біз құралдармен, буквализм сияқты құралдармен шектеледі да, мақсатын, мазмұнын, мәнін алмайды, сыртқы формасын, құралын алады. Мысалға, мисуак деген сауака юсауику деген араб тіліндегі тіс тазалаудан шығатын тіс тазалағыш құрал. Құрал. Ол қазір щетка мүмкін. Пайғамбарымда щетка болған жоқ, ол бір арақ дейтін ағаш болды. Ол 1000 жылдан кейін мүлдем басқа нәрсе біздің санамызға келмейді. Бірақ кез келген тіс тазалайтын құрал ол мисуак. Енді сүннет не? Маған айтыңызшы, мисуак па? Мынау мисуак ағашты қолдану ма, әлі тіс тазалау ма? Негізгі сүннет тіс тазалау. Немен тазаласаң да? Көрдіңіз ба? Немен тазаласаң да құрал емес. Сол құралдың функциясы не? Тіс тазалау ма? Тіс тазалау сүннет. Енді адам, кез келген адам ақылы, дұрыс ақыл болса түсіну керек оны.